Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Есімім Гүлнұр. Бүгін дәл осындай керемет болып шығатын, жұп-жұмсақ, ауызда еріп кететін балды тортын жасаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен оттың үстінен бос ыдысты қойып, оған 250-300 грамм сарымайды саламыз және оның үстінен 2 ас қасық балды қосатын боламыз. Және бір келкі масса болғанша араластырып, ерігенше бір келкі етіп қозғаймыз. Ерітілген массаның үстінен 1 шай қасық ас содасын саламыз да газдың астын өшіреміз. Міне дәл осылай қозғап тұру қажет. Массамыз дайын. Ал енді бөлек бос ыдыстың ішіне 4 жұмыртқаны саламыз және оның үстінен 120 грамм қантты салатын боламыз. Дәл осылай араластырып, қанты ерігенше бір келкі қозғау қажет. Ерітілген бал мен сарымайды дәл осы жұмыртқаның үстінен аз-аздан қоса отырып, осылай қозғау қажет. Себебі жұмыртқа пісіп кетпес үшін, өйткені балды массамыз ыстық. Дәл осылай аз-аздан қосып, немесе суытып қоссаңыздар да болады. Міне дәл осылай барлығын араластырып алдық. Ал енді 500 граммдай ұнды дәл осылай електен өткізе отырып араластыру қажет. Міне осылайша ұнды аз-аздан салдым. Дәл осылай араластырып алдым. Ұнымызды толықтай бір келкі масса болғанынша араластырамыз. Дәл осы видеодағындай қою масса болуы керек. Ал енді пергамент қағазды осындай формамыздың көмегімен өлшеп алатын боламыз. Менде диаметрі 26 сантиметрлік форма. Міне осылай қысып, дәл осылай дөңгелек пішінді форма шығады. Содан соң осы қағаздың өлшем бетіне 3 ас қасық массамызды саламын және дәл осылай бір келкі етіп пішіннің ішіне жағып шығамын. Осылайша жан-жағын тегістеп, бетін бірдей етіп жағып аламыз да және 180 градустай қызып тұрған пешімізге шамамен 4-5 минутта пісіріп аламыз. Уақытқа қарап отыруды ұмытпаймыз, лезде дайын болады. Міне уақыт өтіп, бірінші бөлігіміз дайын шықты, өте әдемі. Ал енді екінші бөлігін дәл осылай қайталап пісіріп аламыз. Бірінші бөлігіміз дайын болғанша мен барлығын дәл осылай етіп формаға жайғастырып, жайып, жағып шығамын. Тортымыздың пісіп шыққан бөліктері дәл осылай жұп-жұмсақ, үлпілдеп, хош иісті болып піседі. Аралары жабыспайды, міне жұп-жұмсақ. Ал енді дайын осы бөліктерді мен сүлгінің бетінен төсеп, осылай кептіріп аламын, суытып аламын. Дәл осылай барлығын пісіріп алдық. Ал енді шет-шетін бір келкі етіп кесіп шықтым осылайша. Ал қалған шеткі бөліктерін блендердің ішінен салып, езіп алатын боламыз. Бұл үгілмелі корж біздің тортымыздың сыртқы бөлігін сәндеу үшін қажет. Ал енді торттың кремін жасаймыз. Кремді қаймақпен және сгущенкамен араластырып жасаймыз. Бос ыдысқа 200 грамм қаймақты және 200 грамм сгущенканы салып, қойылтылған сүтті салып, араластырып, жақсылап крем жасайтын боламыз. Қант қосудың қажеті жоқ, себебі қойылтылған сүттің өзі өте тәтті. Міне дәл осылайша араластырып, өте әдемі крем жасап алдық. Ал енді дайын болған бөліктерді біріктіретін боламыз. Осылай бос ыдыстың бетінен бірінші коржды салып, үстінен 3 ас қасық кремді құямыз және бір келкі етіп
тегістеп жағып аламыз. Осылайша жағып алып, үстінен торттың екінші бөлігін қоямыз. Осылайша торттың әрбір бөлігінен 3 ас қасықтан крем жағып отырып, торттың бөліктерін осылай жиямыз. Менде жалпы 6 бөлігі шықты. Міне осылай барлығын қойып алдым. Ал енді кремнің соңғы бөлігін барлығын осылай құйдым да, шет-шетін тегіс етіп жағып алдым. Болды, осылай кремнің барлығын жағып алдық. Ал енді кремнің үстінен жаңағы үгілмелі қорждарды сеуіп, әдемі етіп, әрлеп, сәндеп шығамыз. Кремнің барлық жері бекітілгенінше осылай үгілмені сеуіп, барлық жеріне тегістеп шығамыз. Осылайша тегістеп алсаңыздар болады. Және шеткі бөліктеріне де жағып аламыз. Осылайша тортты дайындап алдық. Ал енді тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қоямыз. Кремі сіңгенінше. Міне тортымыз дайын, тоңазытқыштан шықты. Ал енді бір бөлігін кесіп көрсететін боламын. Дәл осылай. Өте жұмсақ, үлпілдеп тұр. Кремі толықтай сіңген. Міне тортымыздың арасы осылай кереметтей болып шықты. Бірінші рет жасағаннан-ақ осылай шығатын балды тортымыз дайын, қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады деп сенемін. Видео ұнаған болса, төменге пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және Гүлнұр Ақберді каналына тіркеліп өтіңіздер. Ас болсын!